Сәлем достар, бүгін сіздермен пиццерияда жасалынатын оригинал соустың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл соусты кетчуп, майонез қоспай жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Келесі видеоларда осы соусты қолдану арқылы оригинал пицца жасауды үйрететін боламын. Сол себепті менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Екі пиццаға жететіндей соус дайындау үшін осындай екі үлкендеу қызанақ керек болады. Қызанақтарды пышақтың көмегімен осылай тіліп шығамыз. Осылай тілінген қызанақтың үстіне қайнап тұрған ыстық су құйып 10 минутқа қойып қоямыз. Шамамен 10 минут өтті. Қызанақтарымыз ыстық суға жібіп, осылай сырты оңай алынатын болады. Соус дайындау үшін қызанақтардың қабығы керек болмайды, сол себепті осылай ашып алып тастаймыз. Осылай ашып болғаннан кейін қызанақтарымызды блендердің көмегімен езіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай сұйық болуы қажет. Ал енді отымыздың астын орташа қылып қойып, 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, оның үстіне үткіштен өткізілген сарымсағымызды саламыз. 1 ас қасық орегано қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Соусымыз ерекше дәмді болу үшін осындай орегано қосуымыз қажет. Үстіне езілген қызанағымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып 4-5 минут қуырып аламыз. Осымен пиццамызға арналған оригинал соусымыз дайын. Суытып пайдалана берсеңіздер болады.